Қарлығаш ханым, сіздермен бүгін керемет сұхбаттар болады. Қазіргі таңда білесіз, сетевой компанияда көп. Өнім өзінің сертификаттары бар. Міне біздер сертификаттарды да дайындап қойдық. Ол деген жүрек ауруы болсын, мына буын аурулары болсын, ас қорыту жолдары болсын, таза шөптердің сығындысы. Бұның несі әсері тез білінеді. Бұл деген природный антибиотик. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдармандар, құрметті біздің YouTube арнамызға келіп жатқан қонақтар. Баршаңызға қайырлы күн. Біздің студиямызға керемет қонақ келіп қалды. Қарлығаш ханым, сіздермен бүгін керемет сұхбаттар болады, керемет сұрақтарға жауап болады. Қош келдіңіз, Қарлығаш ханым. Рахмет, Жұмаділбек. Ал қайырлы күн көрермендер. Менің есімім Мұрзагалиева Қарлығаш Шишановна. Өзімнің мамандығым дәрігер терапевтпін. 30 жылдан астам стажым бар. Қазіргі күні осы Dandelion компаниясын партнерімін. Осы компанияда жұмыс жасағаныма 1 жылда 4 ай болды. Өзімнің жетістігім директор статусын жауып, қазіргі күні путешествие саяхатқа барып келдім компанияның атынан. Енді бұйырса автокөліктің иегері боламын. Бұйырса осы жақын арада. Керемет. Енді Қарлығаш ханым, қазіргі таңда білесіз, сетевой компанияда көп, өнімдерде көп. Неге сіз именно осы Dandelion компаниясын таңдадыңыз, соны айта кетсеңіз? Иә, қазір нарықта компаниялар өте көп, желілік компаниялар, өнімдерде өте көп, ұсыныстарда өте көп түсіп жатыр. Бірақ мен Dandelion компаниясын таңдағанда 4 нақты себебі бар компанияның таңдаған себебі. Біріншіден, ол өнім, компанияның өнімі. Вообще компания өнімге өте қатты, сапасына өте қатты көңіл бөліп жатыр. Мен өте қатты мән беріп жатыр. Бұл деген өнім ағзаға өте терең әсерін тигізетін, және де биохакинг, осы заманауи биохакинг технологиясымен өндірілген өте керемет өнім. Және де әр өнім өзінің сертификаттары бар. Міне біздер сертификаттарды да дайындап қойдық. Әр өнім өзінің осындай сертификаты. Бұл ұлттық және де халықаралық сертификаттар. Яғни бұл сапасына және қауіпсіздігіне жауап беретін сертификаттар. Мына өнімдер өте сапалы өнімдер. Сондықтан өзім дәрігер болғасын, мен бұл өнімдерге өте қатты, өнімді берер алдында, ұсынар алдында өнімге сапасына, қауіпсіздігіне өте көп көңіл бөлемін. Сондықтан бірінші мен үшін осы сертификаттарда маңызды. Осы бүкіл сертификаттары бар компанияның. Так, енді екінші қандай жағдай, ол компанияның миссиясы. Компанияның миссиясы енді керемет. Бұл деген адамдардың өмірінің сапасын көтеру, әрі адамдардың өзін мақсаттарына жеткізу, әрі адамдарға үлкен мүмкіндік беру. Бұл деген енді керемет миссия. Бұл маған да өте жақын, өзіме жаныма. Сондықтан бұл екінші момент. Енді үшінші, ол мына компанияның басында кім отыр? Ол да мен үшін басшылық. Кім басшылық, кім атқарып жатыр, кім бастады бұл компания? Бұл да маңызды мәселенің бірі. Біздің компанияның басында Явер Мусаевич Мамедов. Ол деген кәсіпкер, Қазақстанның тұрғыны, Көкшетауда туған, өзінің өте көп бизнестері бар, өзі былай әйгілі адам, YouTube енді нелерді ашсаңыздар көресіздер, қандай дұрыс адамда, өте көп кәсіпте жүрген адам, көптеген салаларда жұмыс істеген адам. Енді осындай адамның артынан еруге болады деген сеніммен осы компанияға кірдім. Ал енді төртінші мәселе, ол төртінші мәселе, ол мына Dandelion компаниясы адамның енді действительно сапасын табыс беру арқылы, мүмкіндіктер беру арқылы сондай жағдайлар жасап жатыр да. Маркетинг дейді ғой, желілік бизнес болғасын, әр желілік бизнестің өзінің маркетингісі болады. Мына Dandelionның мен компаниясының маркетингісін көргенде, мына әр қазағым бай болсын деген маркетинг қой. Өте жеңіл, әрі сондай оңай бизнес жасауға, өте оңай бизнес. Осындай
нелерге қарап менде сондай шешім Кез келген қабылдадым. адам жасай алады, Әр адам жасай алады, әр адамның қолынан келеді. Бұл компанияда жұмыс жасау үшін дәрігер болудың қажеті жоқ. Иә, тек қана осы компанияның миссиясын жүрегіңе жақын алып, өнімін жақсы білсең, маркетингісін білсең, әр адам осы компанияда жұмыс жасап, жақсы табысқа жете алатын мүмкіндіктері бар. Тамаша. Өте керемет жауап. Көп рахмет. Енді әрмен қарай тағы да екінші сұрағымды қоя кетейін. Енді Қарлаш ханым, сіз таңдаған осы Dandelion компаниясының неке алдымызға әкелген екенсіз. Осы өнімдерімен оқырмандарымызға таныстыра кетсеңіз. Иә, қысқаша айта кетейін. Біздің линейка продукция дейді ғой, 9 өнім бар. Соның бір өнімі, енді бұны білмейтін адам жоқ шығар. Солай ғой. Кімге айтсаң да магний водород деп шығады ғой. Міне, магний H2 премиум деген мықты продукция, флагманский продукт. Бұл деген осы нағыз биохакинг технологиясымен өндірілген өнім. Мұндай өнім дүние жүзінде жоқ өнім. Енді бұл ағзаға 300 аурудың емі. Ағзаға на клеточном уровне клетканы жасарта отырып бүкіл біздің ағзаға үлкен әсерін тигізетін магний водород өнімі бар. Ол деген жүрек ауруы болсын, мына буын аурулары болсын, ас қорыту жолдары болсын, аутоиммунное заболевание, балдардан үлкен әже аталарымызға дейін ішуге болатын өнім. Осы магний водород. Магний водород бізде 2 заводта өндіріледі. Оның біреуі Москвада, екіншісі Украинада. Енді бұйырса, Қазақстан халқына бұл өте керемет жаңалық. Қазақстанда, Астанада июньнің аяғында тағы да бір завод ашылайын деп жатыр. Сүйінші жаңалық. Иә, сүйінші жаңалық. Бізде 3 завод болады, осы магний водород өнімін өндіретін. Бұл өзімізден шығады, өзіміздің мықты өніміз. Енді бұдан басқа, негізінде осы компания деген, енді басшыларына мықты бір ризамын да, адам жүйесі 12 система бар ғой біздің. Сол 12 системаның әр қайсысына продукция бар ғой. Бәрін қарастырған ғой. Міне, егер де ағзаңызды тазалап, қаныңызды тазалап, лимфаңызды тазалап, иммунитетіңізді көтерем десеңіз, міне сізге магний водород. Егер де сіздің аяқ қолдарыңыз сырқырап, аяқтарыңыз ауырса, міне Artrolion деген продукция. Қалған өнімдер, айта кететін болсам, қалған өнімдер олар Болгария заводында өндірілген. Таза шөптердің сығындысы. Бұның әсері тез білінеді. Artrolion деген буын ауыратын адамдарға артроз, артрит, остеохондроз, протрузия дейді, позвоночника. Яғни буын ауруларына 1001 ем. Біздің қазір мен 1 жыл 4 ай болды осында жұмыс істегеніме, осы Artrolionнан аяғына тұрған өте көптеген серіктестеріміз бар. Инсульттан кейін, травмадан кейін, остеохондроз, грыжадан өте жақсы әсер алған осы біздің Artrolion деген 5 сил деп еще атаған, оны 5 күш. Мына біздің буындарға өте керемет күш беретін, буындарды қоректендіретін, бүкіл бұлшық еттер болсын, сүйектер болсын, бәріне де өте керемет әсерін тигізетін осындай Artrolion деген продукция бар. Ал егерде қазіргі уақытта Avolion деген. Бізде мынандай бір керемет продукция бар, Avolion. Бұл деген природный антибиотик. И антипаразитарный широкого спектра действия дейді. Мен кішкене орысшаны қосып айтамын, өйткені дәрігер болғасын, өзімнің терминологиям бар, сосын арасында енді орысшаны да қосып айтамын. Сондықтан мына Avolion деген, бұны да балдардан үлкен кісілерге дейін бәрін ішу қажет. Өйткені кім ауырмайды? Бәрі ауырады. Кімде мына ауа райы қазір қандай? Біздер демалып атқанымыз не? Мынандай выхлопные газы дейді. Қанша қазір көлік бар, осының бәрі біздер демаламыз. Осының бәрі біздің ағзаны ластандырады. Міне магний водород пен Avolion арқылы біз ағзамызды тазаламыз. Осы бауырымызды, ішектерімізді тазалайтын Avolion. Тер аурулары,
экзема, псориаз, витилиго, аллергия аурулары, сахарный диабет дейді ғой, осылардың бәріне де авалайнды ұсынамыз. Мына балдар деген, әсіресе балдарға ұсынам, өйткені балдар енді қол жууды ұмытып кетеді, қолдарын аузына салып жібереді. Сонда именно паразитозды, аскаридозды осы авалайнмен өте жақсы шығарады. Әрі үлкен кісілерге бәріне де болады. Авалайнды мен прям бәріне, осы магний водородпен бірге авалайнды қабылдаса, бұл мощная чистка для организма. Ешқандай побочный действиясы жоқ. Ешқандай зияны жоқ, тек қана өзінің жақсы қасиеттерімен біздің ағзаны қалпына келтіреді. Ал келесі өнім біздерде гипалайн өнімі. Енді гипалайн мен өзім осы өнімді өте жақсы көремін. Өйткені өзімнің проблемам ас қорыту жүйесі. Қазір енді ондай адамдар жоқ шығар да, асқазан ауырмайтын, өті жақсы, бауыры жақсы, ұйқы безі жақсы жұмыс жасайтын. Өйткені қазіргі уақытта тамақтың құндылығы төмен. Судың качествосы тоже нашар. Ауа райы қандай, соның бәрі де әсер етеді ғой. И вот мына бауырға жақсы, бауырымызды қалпына келтіретін міне гипалайн деген. Құрамында расторопша, соевый лецитин и топинамбур деген шөптерден құралған. Бұл бауырды тез қалпына келтіреді. Біздер енді жай әншейін айтпаймыз да, маған келген партнерлар, мысалы үшін серіктестер, қолданар алдында мен анализ тапсыртамын. УЗИ бәрін тапсыртып, міне 3 ай пайдаланғаннан кейін қайтадан біздер қосымша бәрін қайтадан тапсырған уақытта анализдер тап-таза болып тұрады ғой. Ешқандай жировой гепатоз жоқ, холецистит жоқ, бәрі де қалпына келтіреді. Өйткені бұл бауыр үшін өте қажетті гепатопротектор дейді ғой, для восстановления печеночных клеток. Егер де өттеріңіз қою болса, өтіңізде тас болса, бауырыңызда жировой гепатоз болса, вирусный гепатит болса, хронический панкреатит болса, осындайларда біздерде міне гипалайн деген продукцияны ұсынамыз. Сондықтан бәрінде комплекспен ішкен дұрыс. Яғни біздер алдымен ағзамызды тазалап аламыз, қан, лимфамызды тазалап аламыз, бауыр, ішектеріміздің бәрін авалайнмен тазалаймыз да, сосын барып бауыр бүкіл ас қорыту жүйелерінің бәріне қоректендіріп, оны тазалап, осындай жақсы нәтижелерді көреміз осы гипалайн арқылы. Керемет. Келесі бізде продукция, мынандай бір 2 продукцияны айтып жіберейін да. Бұл да қазір нарықта өте қажетті продукция деп ойлаймын. Өйткені қазіргі заман қандай, адамдар асығыста, адамдарда проблемалар көп, қапылыс, проблемалар, біресе кредит дейді, біресе жұмыс болмай қалады, постоянно сондай нервозность да, и вот сол кезде мне стресстер өте көп болады. И вот соған бізге мына хэппилайн мен синерджилайн прям қазіргі уақытқа өте қажет. Мына хэппилайн деген құрамында өте керемет шөптер, бұл мидың қан айналымын дұрыстап, миға қажетті қоректерді жеткізіп, кислородты оттегіні жеткізіп, мына мидың жұмысын жақсартады. Яғни бұл балдарға да болады. Әсіресе қазір, міне балдар қазір ЕНТ-ға дайындалып жатыр, қазір экзамендер басталып жатыр. Міне балдардың сақтау қасиеттері жоғарылайды. Олардың память, умственная способность, да? Қазақшам жетпей қалды кішкене. Соған прям өте жақсы көмек. Сондықтан хэппилайн балаға да болады, үлкен кісілерге. Үлкен кісілерге алдын ала болдыртпау үшін қазір бар ғой, мынандай Паркинсона деген аурулар, Альцгеймер, ұмытшақтық болады үлкен кісілерде. Соны алдын ала болдырмау үшін міне хэппилайнды ішсе, біздің үлкен ата-әжелеріміз ондай проблемаларды айығады. Өте осындай. Миды қозғайды. Миды қозғайды, миға жұмыс береді, миды
қоректендіреді. Сонымен ми өзінің баяғы кездегідей жұмыс жасап бастайды. Памятте бәрі де қалпына келеді. Міне хэппи лайн деген енді қажетті. Оған мына мигрень дейді, иә, сақина дейді қазақша. Сосын внутричерепной давлениялар болса, инсульттан кейін өте жақсы әсер етеді. Мына аутизм, ДЦП, ЗПР балдарға да мына хэппи лайн продукциясы өте қажет продукция. Бұл 1 жыл 4 айдың ішінде мен өзім көптеген партнерда, командамызда өте көптеген нәтижелер бар. Сондықтан мен осы продукцияны прям 100% айта аламын. Бұл деген продукция, жұмыс жасайтын продукция. Келесі Synergy Line, бұл енді жастар жағына. Мен жастар жағына ұсынар едім. Өйткені бұның құрамындағы гинка билоба и элеутрокок, ол деген энергия. Ол миға да әсер еткізеді, еще адамға энергия береді. Андай ауыр жұмыстармен жұмыс жасайтын спортсмендерге, даже қазір то же самое экзамен кезінде сол кезде мына Synergy Line ішсеңіз, сіз мықты энергия аласыз. Энергия, күнімен энергия болады. Ми ойлау қабілетіңіз де жоғарылайды. Физическая активность, физический күш қуатыңыз да көбейіп, осы Synergy Line бұл да жастарға өте қажетті, мына спортсмендерге әсіресе өте қажетті продукция. Synergy Line өнім өте керемет өнімдер. Мен осы өнім туралы бір естігенім бар, қоса кетейін. Жаңағы энергетик сусындарды қазір жас балдар біздің замандастар көп ішеді ғой, енді жаңағы горилла деп жатады, дизи, неше түрлісі бар ғой, қазір атын атай берсек. Мынаның жаңағы бір таблеткасын ба ішсеңіз, сол 2 дизиді ішкендей күш қуат береді екен. Сондықтан да біз жаңағыдай сол энергетик сусындармен ағзамызды ластамай-ақ, осы Synergy Line'ды ішсек болады екен. Дұрыс. Естігенім бар. Дұрыс, ол өте дұрыс. Өйткені жастар не үшін ішеді, олар жай ішпейді ғой, сол действительно жастарда энергия жетпейді. Оларға күш қуат керек. Соны енді іздейді ғой, и қазір рекламада не көрсетеді, сол энергетикті. А ол да бизнес қой. Ол, бірақ оны қанша побочный действие дейді, қанша зияны бар. Ол жүректі де отырғызады, ол бауырға да қандай әсер етеді. Мына бүйректе бәрін өткізіп, қанша зияны қанша көп. Мына Synergy Line'ды ішсе, әрі иммунитетін көтереді, әрі миына да қандай көмек, әрі бауырына. Яғни мына Synergy Line именно сол энергетиктің орын басады. Сондықтан мына Synergy Line соларға да өте жақсы ішуге арналған. Келесі продукция біздерде Immunolion деген бар. Immunolion бұл соңғы шыққан продукциямыз. Бұл да енді айттым ғой алдында, біздің учредительдеріміз именно адамдардың қандай проблемасы бар, соны зерттеп отырады. Именно Immunolion қазіргі кезде мына ковидтан кейін, бәріміз де білеміз ғой, 2020 жылдан бері ковид болды, 100% халық ауырып шықты, ол вирус әлі мезгіл шығып тұрады. И адамдар ауырғанда баяғыдай ауырмайды. Бұрын деген вируспен ауырып қалса, адам 3 күн жатады, 3 күнде аяғына тұрып кетеді ғой. Температурасы көтеріліп, оны емдеп, 3 күнде адамды тұрғызады. Қазіргі вирус бір айлап жатады ғой, айлап жатады. Ол еще осложнение беріп, асқынып, өкпеге түсіп кетеді. Ол иммунитетке соғады. Адамды әлсіретіп, аутоиммунный заболеваниялар өзінің бар ауруларын күшейтіп жібереді. Міне именно Immunolion бұл соны алдын ала алдыртуға өте күшті, алдын ала болдыртпауға. Құрамында тоже шөптер, витамин С, цинк бар, маринга деген шөбі бар да. Маринганы тоқтап кетсем, маринга деген бір мықты шөп та, құрамында витамин С. Біздер білеміз ғой, витамин С лимонда көп болады. Мына маринганың құрамындағы витамин С ол лимоннан бірнеше есе артық. Мына білеміз, что сәбізде витамин А көп. Мына маринга құрамындағы витамин А одан да көп, бірнеше есе. Бұдан басқа витамин Д, Е, вообще маринга деген шөп, ол мықты шөп, ішіне витамин комплекс. Осының бәрі де осының құрамында бар, организміңізге күш қуат береді. Бүкіл қазіргі вирустарға қарсы, любой инфекцияға қарсы ағзаңыз уже қарсы шығалады.
өйткені қатайып өзіне қажетті қорек заттарды алып сол иммунитетті күшейтіп, мына иммунолайн деген енді өте керемет продукция шығып жатыр. Сондықтан бәріңізге де ұсынамын, әсіресе көктемде, күзде ішкен дұрыс. Сол кездерде көктем күзде мына хронический заболевание дейді ғой, сол қозып бастайтын кезде обострение, асқынатын уақытта, сол кезде вот алдын ала ішіп алсаңыздар, онда ауырмайсыздар, сау болып жүре бересіздер. Бұдан басқа біздерде бьютилайн деген, енді бізде для красоты, енді тек қана адамдарды ойламай, міне біздің қыз келіншектер осындай мықты продукция бар. Бьютилайн, сосын водородный крем деген. Бұған енді тоқтағым келеді, тоже бьютилайн деген. Құрамын тыңдаңдаршы. Коллаген, гиалуроновая кислота, эластин, черный тмин и одуванчик. Қандай керемет, да? Сочетание. Без мықты шөптің басын қосып, мына әйелдердің ағзасына қандай керемет әсер етеді. Теріні тегістеп, мына әжімдерді тегістеп, увлажнение дейді, увлажнение кожи, шашыңыздың качествосына жұмсару. Жұмсармайды, наоборот, қатайып. Ага. Ой, можно остановить? Потом, да, продолжайте, да? Ага. Шаштың качествосы. Шаштың качествосын жақсарады, тырнақтарыңызды қатайтады, буындарыңызға, мына су дейді ғой, мессинавиальная жидкость, соны толықтырып, буындарыңызды қатайтып, соединительная ткань, хрящевая ткань, бәріне де питание, өйткені бұл коллаген, бұл белок, бұл қажетті, біздің ағзаға қажетті осындай мықты өнім. Бьютилайнды 2 упаковкасын ішсеңіз, мына нәтижесін көресіздер. 2 упаковкасын ішсеңіздер, уже нәтижесін көресіздер. Біздерде көптеген отзывтар бар бұл продукцияға, бьютилайн. И водородный крем. Енді мұндай крем еш жерде жоқ. Өйткені құрамында водород, молекулярный водород. Молекулярный водород деген біздің мына терінің 3 слойынан өтіп, терең өтіп, теріге мықты әсер етеді. Тек қана жасарып, адам деген беті ағарып, жасарады емес, воспалительный процесстер болады ғой, жаңағы экзем, диатездер шығады, крапивница, раздражение, даже соғанда өте жақсы. Тек бір жаққаннан уже результатты көріп отырады. Яғни бұл тек қана әсемдік емес, әрі емге де пайдалануға болады. Молекулярный водород. Енді қысқаша біздің өнімдер туралы, енді маған сөз берсеңіз, мен 3-4 сағат айта аламын, бірақ уақытымыз шектеулі болғасын, қысқаша ғана осындай өнімдеріміз бар. Рахмет, Қарлығаш ханым. Өте тамаша айтып шықтыңыз өнімдерді. Енді мынау осы өнімдеріңіздің ішінен ерекше тоқталдыңыз. Мінекей мына магний водородқа жалпылама, енді қазір медицина саласында да магний малат деп жатады. Ондайлар көп қой, енді магний водородтың түрі көп. Неге именно осы Dandelion компаниясының водород осы ерекшелігін бізге анығырақ тағы да айта кетсеңіз, тоқталып, осы водородтың ерекшелігін басқалармен салыстырмалы түрде. Өте жақсы сұрақ, өйткені жиі кездесіп тұрады да, ондай сұрақтарды. Айтады ғой, ой, аптекада магний толып жатыр ғой, сонда ішсек болады ғой деген сияқты, иә. Бірақ біздің мына именно магний H2 премиумның ерекшелігі өте зор. Ішінде 30 блистері бар. Міне, мынандай көрдіңіз бе? Мен осыны алып келдім көрсету үшін сендерге. Бұл қандай екен? Негізінде магний деген бұл щелочной металл. Кальций, натрий, калий, магний бәрі де металл ғой, бәрі де металл. Ал аптекадағы магний, ол мынандай металл түрінде сатылмайды ғой. Ол таблетка түрінде сатылады, порошок түрінде сатылады, сұйық түрінде. Неге? Өйткені металлический магний, металлический кальций, олар химический, синтетический, бұлар уже химия арқылы уже таблетка күйіне түседі. Яғни магний лактат, мысалы үшін магнезия деген, ол магниймен
амин қышқылының қоспасы. Магний карбонат деген магний мен көмір қышқыл газының қоспасы. Яғни осы магнийді қоспа қылады синтетический немен химиялық реакция арқылы, и содан таблетка шығарады. Сол таблетканың құрамындағы магнийдің бары құрамында тек қана 30-40 әрі кеткенде 50% магний болар, қалғандары бәрі тұз. Сол қышқылдың тұзы. А мына біздегі, мына блистердегі көрдіңіз ба, бұл таза магний, 100% мына металл. Көрдіңдер ме? Қоспасы. Ешқандай қоспа жоқ, таза 100% магний. Енді бұл қалай жұмыс жасайды? Бұл магний біздер осы капсуламен жұтамыз. Асқазанға түскен кезде асқазандағы сөлмен, яғни желудочный сок, сол қышқылмен неге реакцияға түседі да, сол кезде осы магнийден молекулярный водород бөлінеді. Біздің магнийдің ерекшелігі ол біріншіден таптаза 100% магний, екіншіден именно молекулярный водород бөледі. Ешқандай аптекадағы магний ол молекулярный водород бөлмейді. А именно біздікі молекулярный водород бөледі. Ал молекулярный водород деген, оны Японияның ғалымдары 10 жыл зерттеп, 2007-ден 2017 жылға дейін, и 10 жылдан кейін Нобель премиясына ие болды. Неге? Өйткені именно молекулярный водородтың біздің ағзаға қандай, адамның ағзасына қандай әсерін тигізеді. Ең керекті. Ең керек молекулярный водород. Мына Японияда молекулярный водородты өте кең пайдаланады. Оны ингаляция ретінде де пайдаланады. Оны суға да қосады водородты. Оны ваннаға да қосады водородты. Укол ретінде, капельница ретінде олар прям кеңінен пайдаланады. Олар бірақ бұл водородты өндіру үшін водородный агрегат деп үлкен агрегаттарды шығарады. Ол да енді арзан нәрсе емес. Ал біздің агрегат, біздің асқазанымыз. Ешқандай ақша салмаймыз. Продукцияны, өнімді алдым, іштік. Міне біздің агрегат. Мына жерде уже дайын таптаза молекулярный водород. И осы молекулярный водород тез арада қанмен тарап, бүкіл біздің ағзадағы ауыратын клеткалардың бәріне ем жасайды ғой. Бүкіл на клеточном уровне деген сол, ол каждый клеткамызға барып, каждый клеткаға жан беріп, каждый клетканы емдеп, на клеточном уровне ағзаны емдеп, жасартып, солай өзінің әсерін тигізеді. Мындағы жұмыс жасайтын тек қана магний мен молекулярный водород. Екі нәрсе. Басқа бұның құрамында еш нәрсе жоқ. Мына кейбіреулер айтып жатады да, ой, құрамында наркотик бар дегенді естідім жақында. Мен таң қалдым, қалай адамның ойына ондай келеді. Біреулер айтады, ішінде тағы бір нәрсе бар дейді. Тез әсер бергесін айтады. Иә, тез әсер бергесін. Оны әрі қарай технологиясын білмейді ғой. Неге тез әсер етеді? Потому что молекулярный водород бар. Ол газ, ол ең жеңіл газ, ол тез сіңіп кетеді организмге. Сондықтан тез әсерін тигізеді. Ал енді бұның құрамын, міне бүкіл документтер бар. Осының ішінде, жаңа алдында айтып кеттім ғой, менің выборым неге да, мына сертификат. Сертификат бұл сапа туралы және адамның қауіпсіздігі туралы. Бекерден бекер бермейді бұл сертификаттардың. Міне осы өнімнің қауіпсіздігі осы сертификаттармен уже дәлелденген. Сондықтан тек қана қалай жұмыс жасайтынын соны білу керек. И содан барып уже адам өзінің нәтижелерімен бөлісу керек. Тамаша. Енді тағы да бір осы водород туралы сұрай кетейін. Енді бұл водородты кімдер ішу керек? Қандай адамдар ішу керек? Жаңағыдай жас айырмашылығы бар ма? Және де кей адамдар шамалы обострение беріп жатады дейді, содан кейін ішпей қорқып қалып жатады. Зияны бар ма жалпылама, сонда айтып кетсеңіз. Иә, жаңа ғана мен өзім офистан келе жатырмын да. Офиста бір клиенттің апасы келді. Ол онкология болып ауырып жатыр екен, жылап жатыр да, асқынып кетті деп. Енді сөйлесе басында ішіп бастаған, ішкеннен кейін обострение болған. Қорқып қалды да тастады, қабылдамай қойды. Енді 6-7 ай өтті, енді қайтадан ішкісі келеді. Көрдің ба, қанша уақытты өткізіп алды. Сонда адам деген дұрыс түсінік жетпеген оған, айтпаған, зерттемеген. Ал егер де ол уақытында ішіп бастаса, мұндай жағдайға
бармас еді. Көрдіңіз ба? Сондықтан мына магний водородты ең бірінші айта кететінім, ешқандай зияны жоқ. Побочный действие дейді ғой, ешқандай зияны жоқ. Өйткені құрамында таза 100% магний мен молекулярный водород. Басқа құрамында еш нәрсе жоқ. Екіншіден айта кететінім, бұның обострение деген болады. Оны шатастырмау керек побочный действие. Обострение ол уақытша нәрсе. Ол ешқандай зиян тигізбейді. Мына бұрынғы ауырған жерлеріңіз қоздырады. Өйткені бұл на клеточном уровне түседі да, сол жерлерді зерттеп бастайды. Зерттеп, оны емдеп, сол кездерде адам кішкене өзін ыңғайсыз сезінеді. Реакциясы тез болғандықтан сондай. Адамдар қорқып жатады. Ол бірақ уақытша. 4-5 әрі кеткенде 1-7 болады. Содан кейін адам тіпті ешқандай болмаған уже все үйренеді да, уже продукция өзінің жұмысын ары қарай жалғастыра береді. Сондықтан мына ішкен уақытта соны ескеру керек. Бұрын сонда ағзасы водород көрген жоқ қой. Ішкеннен кейін сосын өзінің жұмысын жасағаннан кейін қорқып қалып жатады. Қорқып қалып жатады. И мына жастар ішкен уақытта ондай обострение болмайды. Әсіресе балдар ішкен уақытта болмайды. Өйткені олардың ағзасы еще ондай ластанбаған. Оларда ондай жаңағы андай хронический дейді, ондай аурулар көп жоқ, сондықтан оларда ондай обострение жоқ. Мына хронический заболевание біреулер келеді ғой, анау да бар, мынау да бар, ана жерімді ауырады, мына жерім ауырады. Вот сол адамдарда обострение өте қатты болады. Сонда олар қорқытпай, соны алдын ала ескертіп, ары қарай іше беру керек. Осы. Қандай адамдар ішу керек? Бұны енді бұны балдарға дейін біздер береміз. Негізінде аннотациясында балдарға 12 жастан деп жазған. Неге? Өйткені клиникалық исследование жасалмаған. Бірақ под ответственность дейміз ғой, под ответственность родителей біздер ұсынамыз. Өйткені құрамында тек қана магний мен молекулярный водород қой, ешқандай химия жоқ, ешқандай синтетика жоқ, ағзаға нететін. Тек қана біздер дозировкасын ғана ескеріп отырамыз. Мына капсуланы я 3-ке бөлеміз, я 4-ке бөлеміз, я жартыға бөлеміз, ол возрастына байланысты. Бірақ қазір өте көптеген нәтижелер болып жатыр. ЗПР балдар, сөйлей алмайтын балдар, даже мына ДЦП балдар, ең болмаған енді ДЦП-дан 100% жазылып кетеді деп айта алмаймыз. Ең болмағанда баланың бір ойлау қабілеті дұрысталса да, ең болмағанда өз аяғына тұрып кетсе де, ең болмағанда өзін-өзі уже обслуживание жасаса да, ол да бір нәтиже ғой, ол да жетістік. Сондықтан осы продукцияны біздер ұсынамыз. Балдарға да болады, үлкен кісілерге де болады. Енді 80, уже 75-тен, 70-тен кеткен адамдарға да кішкене мына дозировканы азайтамыз. Бір капсуладан көбірек бермейміз. Өйткені уже 70-80-де кішкене тамырлар да жұқарады, уже система да жұқарады. Сондықтан резко, чтобы ағза көтеру үшін. Ағзаның жұмысы да жай болады. Жұмысы да жай болады. Сондықтан біздер үлкен дозировкамен бермейміз соны. Сол бір капсуладан поддерживающая доза дейді ғой, сол поддерживающая дозамен беріп солай әсер етеді продукциямыз. Осы магний водородты қолданып жатқан адамдар жаңағыдай ғой, обострениесінен қорқып ішпей қалып жатады. Сондай бір жаңағыдай не деп айтатын еді? Антиреклама? Да, енді мен ішіп едім, немесе жаңағы көршім ішіп еді, немесе жаңағы әкем ішті, анам ішті, солай болып қалды деп жаңағыдай басқаша бір ойларын алып атады да. Бұл водородта енді жаңағыдай айтып жатыр ғой Қарлығаш ханым, құрамында ешбір зияны жоқ адамға. Кез келген адам ішіп көрсе болады бұны. Жастар да, кәрілер де, орта жастағы адамдар да ішсе болады. Жалпы енді біраз айттыңыз деп ойлаймын водород туралы. Айырмашылығын, ерекшелігін бізге керемет айттыңыз. Енді тағы да бір келесі сұрақты қоя кетейін. Осы енді сіз 1 жыл 4 ай дедіңіз, осы Dandelion компаниясына жүргеніңізге. Бұйырса мінекей супер директор статусын бағындырғалы жатсыз. Сол енді осы Dandelion компаниясы ашылғалы қандай нәтижелер болды? Жаңа сіз желілік маркетинг саласынан айттыңыз, табыс табу жағында айта кеттіңіз. Сол табысымен қанша адам қазір жетістікке жетті? Жалпылама статистикасы қандай деген сұрақ қой. Қандай жетістікке жетті компанияның? Бұл енді жетістіктер, бұл компанияның мақтанышы деп ойлаймын. Өйткені мен өзім болады ғой бір опытный сетевиктер.
бірнеше Да. сетевой компанияда жұмыс істеген, біреулер айтады 20 жыл несім стажым бар дейді, біреулер айтады 25 стажым дейді. Мен енді ондай стажым жоқ, 4 жыл стажым бар деп айта аламын. Өйткені алдында бір компанияда жұмыс жасадым. Енді ешқандай компанияны жамандамаймын, өйткені желілік бизнес ол адамдарға енді беретін көп мүмкіндіктер көпті. Соның ішінде енді мен Dandelion компаниясында қазір жасап жатырмын. Маған ұнайтыны Dandelion компания статистиканы каждый квартал сайын беріп тұрады. Сол қазір міне бар, ондай статистика да бар менде. Міне соңғы статистика 1 апрельдегі статистика, иә. Негізінде статистика ол компанияның жетістігін көрсететін статистика да. Именно осы товарообороты қалай жүріп жатыр, өнімі қалай өтіп жатыр, партнерлар қалай жұмыс жасап жатыр, соның бәріне дәлелдейтін статистика. Ол просто сөздер емес, тек ауызбен айта салатын нәрсе емес, ол деген статистика, математика ғой, уже цифр, готовый цифр, уже болған нәрсе, бар нәрсе да. Енді айта кететін болсам, біздің маркетинг бойынша біздерде 9 статус бар ғой. Уже ең бірінші статустан бастап компания өзінің сыйақылары бар беретін. Уже мына ең бірінші статус біздерде менеджер статус дейді ғой. Қараңызшы, 21.960 партнер бар екен менеджер статусында. Оның әрқайсысына 2 продукция, 2 өнім, 67.200 теңгеге 2 өнім бергенде, компания, қазір мен санаған жоқ, мен бір санап қойғаным бар еді, 2 миллиард бірнеше миллион теңге уже компания сондай сыйлықтар берген. Және де бір айта кететінім, мына статус жапқан сайын сыйақы сразу түседі ғой. Ешқандай кідіртпей, тек статус жабылды ма, саған сыйақың уже түсіп тұрады. Любой уақытта сен мына сыйақыңды аласың. Қазір жаптың ба, қазір алып кетесің. Өте қолжетімді. Мына компанияға қайта-қайта айтпайсың, жалынбайсың. Тіпті өзің ұмытып кетсең де компания ұмыттырмайды, ол уақытында бәрін салып отырады. Сұрамай береді. Енді мастер статусынан бастап уже адам деген ол сыйақысы енді 250 000 теңге. Ол да енді біреудің зарплатасы ғой, біреудің жалақысы. Соның 3582 адам партнеріміз мастер жапқан уақытта 250 000 теңге береді, сыйақы береді. Ол да тек бірден түседі ғой кабинетіне. Мен өзім ең бірінші рет алғанда, ой, қандай қуанғаным. 250 000 теңге бірден саған бергенде. Бұл енді әр мастер статусын жапқан каждый партнеріміздің бір қуанышы. Енді советник статусынан бастап iPhone телефон. 600 000 теңге компания қайтадан сенің кабинетіне тарс етіп салып береді. 600 000 теңгені. Оған iPhone аласың ба, ноутбук аласың ба, смартфон аласың ба, өзің білесің. Соның 1134 партнер. 1134 адам советник жапқан. Енді қараңызшы, мен алдындағы компанияда істегенде менің арманым болып қалды. Мен ол компанияда 2 жыл жұмыс жасадым, бірақ неге iPhone-ға жете алмадым. Ондағы енді мынау 1134, мен өзім жақында қарағанда мен айтам, алла, бұл қандай щедрая компания дейді ғой. Ол одан бұрын қандай жеңіл маркетинг, мына 1134 адам осы iPhone-ға жеткен адам болса. Енді келесі статус директор. Қазір менің статусым 386 адам уже тегін саяхатқа барып келді. Мен де былтыр саяхатқа барып келдім. Өте керемет демалыс болды. Самолетымызды бәрін компания өзі төледі. 7 күн біздер 5-звездочный отельде демалдық. Демалыс өте керемет өтті. Енді мұндай демалыс енді 386 партнеріміз, директорымыз демалып келді. Бұл да енді саяхатқа да, мен бірақ үлгердім, ана компанияда саяхатқа барып келуге үлгердім. Бірақ басқа компания үшін саяхатқа бару, мне кажется, ол оңай нәрсе емес. Біраз еңбек керек. Біраз еңбек керек. Енді супер директор. Бұл деген автобонус иегерлері. Соның ішінде 123 супер директор бар екен. 70-і уже автобонус алды. 1 жыл 5 айдың ішінде 70 автобонус. Бұл мына MLM осы желілік бизнесте болмаған жағдай.
Енді мен өзім ондай стажной сетевик болмасам да, біздер енді оқимыз ғой, дамимыз да, көреміз, естиміз. 1,5 жылдың ішінде 70 автобонусқа ие болған ешбір компания жоқ қой. Бұл тек қана компания таңдалады. Кредитсіз, лизингсіз 12 миллион 500 мың теңгеңді тек кабинетіңе аудара салады да болды. Өзің таңдаған машинаңды аласың. Шотыңызға салады өзің. Иә, шотың. Өзің талдайсың, саған ештеңе компания. Өте керемет. Енді біздің уже супер директор қыздарымыз айтып отыр ғой, тек 1 сағаттың ішінде салып бергенде өзіміз де сенбей қалдық қой дейді. Сондай. Соның ішінде айта кететінім 14 автобонус Ақтөбе қаласында. Иә, бұл Ақтөбе үшін біздерге өте мақтаныш. Біздің партнерларымыз өте мықты, өте жақсы жұмыс жасайды. Соның өздерінің еңбегіне сай, компанияда 14 автобонус беріп отыр ғой. Бұйырса мен өзімде енді тек Ақтөбенің өзінде. Тек Ақтөбенің өзінде, Бұйырса енді 15-ші мен болам деп ойлаймын. Бұйырса енді жақын арада супер директор статусын жабуым керекпін. Машина таңдап жүрген шығарсыз уже? Иә, таңдап жүрмін. Уже машинам дайын. Енді кішкене сәл жұмыс жасау керек, содан машина уже қолымда болады бұйырса. Енді даже басқа компанияда жүрсе, мүмкін ойланар едім, берер ме екен, ол лизингке, ол қолыма түсе ме екен, жоқ. Амында мен 100% сенімдімін, алатыныма сенімдімін. Сондықтан енді жақын арада егер супер директор статусын жапсам, обязательно тағы да шығып, сонымен тағы да бөлсем, бұйырса бөлсем қуанышымен. Келесі статусымыз консул статусы. Консулда уже пәтер береді. 25 миллион теңге компания опять сіздің счетыңызға түсіреді, өзіңіздің қалауыңызбен. Бірақ ол міндетті емес пәтер алуға. Оны өз еркіңізбен жұмсайсыз. Пәтер аласыз ба, үй аласыз ба, мүмкін білмеймін, басқа неге жіберсеңіз де, енді ол өз еркіңіз. Келесі статус амбассадор 40 миллион и президент. Біздің қазіргі уақытта бір президентіміз бар, Аманай мырза. Енді это пассивный доход. Әр адамның өзінің бір арманы бар шығар, енді каждый адамның енді бір арманы бар шығар, пассивный доходқа шығу. Вот пассивный доход. Қазақ айтқанда пенсия да? Иә, пенсия. Біздің ай сайынғы пенсиямыз, бірақ ол мына үкіметтің берген пенсиясы сияқты емес, 100-200 мың. Бұл деген уже миллиондаған. Бұл деген енді арман, действительно, осыған компаниядағы қазіргі партнерлар енді осы арман үшін жұмыс жасап жатыр. Керемет статистика. Өте керемет статистика. Қаншама миллиардтар, қаншама миллиондар бір статустың өзіне қаншама ақша бөлінген. Тағы бір статистика қосып жіберейін ба? Тағы да бір мындай статистика бар, бұл салық төлеу жөнінде. Налог. Біздің компания енді официальный легальный компания ғой, налогын уақытында төлеп отырады. Үкіметтің алдында постоянно отчеттарын беріп отырады. И вот былтырғы статистика бойынша 2 миллиардтан астам налог төлеген. Ол мына біздің үкіметке қандай пайда да? Біздердің миссиямыз, мало того, біздер денсаулықты дұрыстап жатырмыз да, әр адамның табыстарын дұрыстап жатырмыз. Еще халыққа қандай пайдамыз бар? Мына салықты төлеп отырып, мына салықтың ақшасы қайда? Жолдарға кетеді, мына оқушыларға кетеді, пенсионерге. Сол біздердің енді миссиямыз мықты. Біздер енді мықты пайда тегізіп отырмыз осы компанияның арқасында. Өте керемет. Ал құрметті тыңдармандар, достар, біздің студиямызға мінекей Қарлығаш ханым бүгін қонаққа келді. Біздің YouTube каналымызға тіркеліп жазылып қойыңыздар. Әрмен қарай тағы да видео шықсын десеңіздер, осы видеоның астына комментарий жазып, лайк басып, бізді қолдап қойыңыздар. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.